Осылай. Олай болса, алғашқы есептен бастаймыз. Сәлеметсіз бе дейді. Сәлеметсіз, есімім Мұхит ағай болады. Лотода квантесте кездесіп жүрген күрделі есептерді қараймыз. Жақсы. Бірінші есепте не дейді? 24-ші дәрежелі, қарап тұрсақ мына жерде. Мына жерде 25-ші дәрежелі. Енді биыл 2025 жыл болғандықтан 2024-2025 оқу жылы болғандықтан 2024-2025 деген есептер көптеп кездесіп жатыр, байқасақ. Ал енді қарайтын болсақ, бізде бірінші түрде 2024 дәрежелі түбір болған кезде, бұл яғни бізде не болады? Жұп дәрежелі, мынау бізде 2025 дегеніміз тақ дәрежелі болып тұр, иә. Солай ғой. Енді жұп дәрежеліде мына екеуін жойған жағдайда қалай болып жатыр бізде? Модуль астында бізде мына 3 дегеніміз қай саннан шығады? Жалпы 9-дан шығады, дұрыс па? Так, осылай модуль алып алайық. Келесі тақ дәрежеде ешқандай жағдай қолданбайық, бірден жойып жібере салайық. Сонда 3 минус төбер астында 10, иә. Енді қарайықшы, бізде мынау жұп дәрежелі болған кезде осымен модульге алатын жағдайымыз бар еді. Мысалы, былай еді ғой. Мысалы, төбер асты а квадратта. Мына жерде екінші дәрежелі ғой. Төртмен квадрат жойылған жағдайда модуль астында а болады. Осы формулаға сәйкес мына жағдайды алып отырмыз. Енді бізде мына жерде қарап отырсақ, түбірдің астында 9 көптеп шатасатын жағдайлардың бірі, яғни түбір асты 10-нан кіші. Сол себепті модульден шығарған жағдайда біз бірінші үлкен санды жазамыз, сосын барып кіші санды жазамыз, яғни түбір асты 9. Мына жерден жақшаны аша салайық. Бізде мына екеуі қарама қарсылар жойылады. Мына түбір асты 9-дан яғни 3 шығады, ол минус 3 яғни плюс 3-пен жойылады, иә. Жауабы не болады мына есептің? Мына есеп сіздерге түсінікті болды ма? Так, не жазып отыр мына жақта? Менде есіміңіздер ашпай қалды что-то. Камерамды ашпай қалды. Сәлеметсіз бе аға, қиын болмаса тағы да бір рет айтып жібересіз бе? Жаңа қосылған едім. Аха, жақсы. Мынау жалпы мына жерде қарайтын болсақ, бізде мына бірінші түбірімізде, мына түбірімізде дәрежелеріміз біздің не болып тұр? Жұп болып тұр, иә. Жұп болып тұрған кезде мына формуланы есімізге түсірейік. Яғни түбірмен мына квадрат жойылған жағдайда, мысалы, квадрат Иә, қысқарып кетеді. қысқарады, и бізде ол модульдің астында қалатын а саны. А саны модульдің астында. Енді қарайық. Осы қысқарған жағдайда, мысалы, көп оқушылар мына 3 минус түбір асты 10 деп бірден шығарып жібереді. Негізі бұл жағдайда мына формуланы ескерген жөн, модуль түбірдің астында болу керек. Және бұл формуланы біз дұрыс жағынан пайдаланатын болсақ, бізде мына 3 дегеніміз түбірдің астында 9, иә. Мысалы, түбір асты 9-дан 3 шығады. Түбір асты 10 ұстап қойдық. Енді мына түбірдің астындағы сандарды салыстыратын болсақ, бізде қайсы үлкен? Модульден шыққанда соны бірінші жазамыз. Бізде мынау түбір асты 10 үлкен болғандықтан біз соны бірінші жаздық. Келесі мына түбір асты 9-ымыз мынау тұр бізде. Ал мына жағдайда мына екінші түбірімізде бізде мынау тақ дәрежелі болып тұр, жазыңыздар 2025 деген. Сондықтан бұл жерде мынау түбірмен дәреже қысқарған жағдайда бізде мынау түбірдің астында қандай өрнек тұр, тура сол өрнекті мына жерге жазып шықтық. Болды. Получается, жұп дәреже дегенде модульмен жазамыз, тақ дәреже болса жаза береміз ғой, иә? Иә, тақ болған жағдайда түбірмен дәрежені қысқарта бересіздер. Түбірдің астына қандай өрнек тұрады, сол өрнекті бірден шығара бересіздер. Ал жұп дәрежеліде мына жағдайда қарастыру керек. Жақсы, бірінші есеп түсінікті болды деген ойдамын. Кері байланыс бере кетсеңіздер. Есеп түсінікті болса, кері байланыс бере кетіңіздер. Так, жақсы, олай болса.
Мен мына бетті тазалай кетейін. Келесі есепке ауысайық. Так, келесі есепті қалай ауысып жүреді? Осылай, иә. Енді мынандай есептерді көріп жүрген шығармыз. Жаңа айтып өткендей, 2025 жыл болғандықтан бізде мынандай 2025 деген цифрымыз көптеп кездеседі есептерде. Енді түбірлердің қосындысын тап дейді, яғни x1 мен x2-нің қосындысын табу керек. Алдағы бұрынғы бір осыдан 45 жыл бұрынғы мысалы ұбт есептерінде қарайтын болсақ, жалпы x мәндерін тап деп берілетін, иә. Ол кезде жауапта берілген мысалы а, б, с, д деген жауаптардағы x мәндерін алып x-тардың орнына қоя салатынбыз. Енді логикасы жүйрік адамдар ойдан мына x-тардың орнына мән қойып шығаруы мүмкін, екі жағын теңестіріп. Біз бұл есептің шығарылу жолын көріп шығайық, иә. Так, олай болса бастайық. Мына 2025 дегеніміз бізде қай санның квадраты? Яғни ол байқасақ 45-тің квадраты екен, иә. Сол 45-тің квадратын x дәрежеге шығарамыз. Азайтылған. Бізде мына жағдай, бізде формула бар еді ғой. Яғни a-ның n дәрежесіне a-ның n дәрежесін көбейткен жағдайда дәреже көрсеткіштеріміз қосылатын. Бізде соның соңғы мәні беріп тұр. Мынандай, яғни бастапқы түнетуіміз керек. Сонда 3-тің 2x дәрежесі көбейтілген 3-тің квадраты. Мына жерде дәл солай 5-тің x дәрежесі көбейтілген 5-тің 1 дәрежесі қосылған 45. Тең, енді мына екі жағдайды былайынан қарайсақ, мысалы a-ның n дәрежесінен b-ның n дәрежесін көбейткен жағдайда біздің дәреже көрсеткіштеріміз тең болған кезде не істейтін? a және b сандарымызды бір жаққа алып общий дәрежеге қосылатынбыз, иә. Сонда 45-тің x дәрежесі болады. Енді кеттік, мына дәрежені дәрежеге шығарғанда формула бар еді. Әрбір формулаға назар аударып кетейін. Яғни дәрежені дәрежеге шығарғанда не істейтінбіз? Көбейтетінбіз, иә. Сонда қалай болады? 45-тің 2x дәрежесі. Енді біз мынаны былайынан алсақ болады ма? 3-тің квадратын x дәрежеге шығару деп, иә. Сонда мына жерде 9-ның x дәрежесі бізде мынауымыз 9 болады. Мына жерде көбейтілген 5-тің x дәрежесі көбейтілген 5. Қосылған 45 тең 45-тің x дәрежесі. Осы жерге дейін сіздерге түсінікті болды ма? Барлық негіздер бірдей болады екен ғой, 9 пен 5-ті көбейтіп, иә. Иә, иә. Енді бізде мына 9 пен 5-ті көбейтіп алайық. И 9-ның x дәрежесін 5-тің x дәрежесін есептеп алайық. Бөлек-бөлек жақшаға. Сонда 45-тің 2x дәрежесі азайтылған 9-ның x дәрежесі мен 5-тің x дәрежесін көбейткен жағдайда не болады? Екеуі 45-тің x дәрежесі болады. Солай ғой. Енді мына жерде 9 пен 5-ті көбейтетін болсақ, бізде 45. Қосылған 45 тең 45-тің x дәрежесі. Енді көп жағдайда біздің оқушылар жалпы мына екеуін қысқартып жіберіп жатады. Байқасаңыздар, кейде автоматты түрде өзімізде сол ойын қысқартып жібереміз. Негізі осындай жерде абайлап шығарған дұрысырақ болады меніңше. Ары қарай кеттік, мына 45-ті біз мына бетке өткізіп жіберейік. Сонда қалай болады? 45-тің 2x дәрежесі азайтылған 45-тің x дәрежесі көбейтілген 45 тең бізде мына жақта мынау. Сразу 45-тің x дәрежесі плюс 1 деп жазып кетсек болмай ма? Негізі ол да болады. Мен бірақ мынау дәреженің көрсеткіші Жақшаны сыртына шығарып болды, түсіндім, кешіріңіз. көрсеткіштерге жіктеу әдісіне салып кетті. Біздің 45-тің 2x дәрежесі деген қалай еді ол? Осыны да түсіндіріп кетейін, қосымша материал бола қойсын. 45 тең 45-тің x дәрежесі минус 45. Ал енді қарайық, бізде бар, сондықтан жақшаны сыртына шығарып жібергім келіп тұр. Сонда бізде жақшаның ішінде мынау қалды. Ортада азайту, и бізде мынау қалды. Енді қарайық, бізде мына жағдайда мен теңдіктің мына бетін ауыстырғым келіп тұр да, сонда ол таңбасы минус болып мына бетке өтеді. Осы жерге дейін түсінікті болды ма сіздерге? Так, ары қарай кеттік. Бізде мынау бар, сондықтан
Жақшаны сыртына шығарып жіберейік. 45-тің x дәрежесі минус 1. Енді көпшіктерге жіктейтін болсақ, қалай болады? Бізде мынау бар. Және мынаның алдында бізде 1 деген сан бар. Тең 0. Так, бізде бір жерінде 45 еді, мына жеріміз 45 екен. Нешені сұраймын? Мына жеріміз 45. Сонда көбейту жағдайында әр жақшаны жеке-жеке нөлге теңестіріп алатынбыз, есіңізде болса. 45 мына бетке өткізгенде плюс болады. Енді 1 дәреже десек, негіздер бірдей болған кезде дәреже көрсеткіштері қалатын. Келесі бізде мына жағдай бар. 45-тің x дәрежесі минус 1 тең 0. 45-тің x дәрежесі тең минус 1 мына бетке өткізіп жіберемін, плюс 1 болады. Негізін мынамен теңестіру үшін кез келген санның 0 дәрежесі бізде 1-ді беретін. Сонда негіздер бірдей болды, дәреже көрсеткіштерін аламыз. 0 болды. Бізде бірінші түбір, мынау екінші түбір. Енді есептің шартына сәйкес не дейді? X 1-ге x 2-ні қос дейді, яғни 1-ге 0-ді қосқан жағдайда бізде 1 деген жауап шығады екен. Есебіміз қалай шығару жолы ұнады ма сіздерге? Қай жер түсініксіз болып қалды? Bir байланыс бере кетсеңіздер. Бәрі түсінікті вроде бы. Келесі есептерге ауыса жатамыз. Жақсы, олай болса, скрин жасап алмасаңыздар, мен тазалай берейін. Жақсы, тазалай. Келесі. Бізде геометриялық есеп келген сияқты. Яғни цилиндрдің радиусы биіктігінен 2 сантиметрге артық дейді. Яғни биіктіктен 2 сантиметрге артық десе, h плюс 2 болып тұр ғой, ал қимасының ауданы 160 сантиметр квадрат. Цилиндрдің толық бетінің ауданын тап дейді. Так, біз алдымен цилиндр сызғылайық. Яғни, так, шамамен цилиндр сызғым келіп тұр мен. Мынандай бір цилиндр сызым болып тұр. Биіктігі неге қысқа деген сұрақ туындауы мүмкін. Сіздің тараптарыңыздан. Себебі бізде радиусы, яғни радиусымыз мына жерде биіктіктен үлкен болу керек. Мен радиусымыз тең болып қолдадым, или жарайды, жалпы түсініп жатқан шығармыз. Бізде радиус, биіктік, радиус. Енді қарайық, қима берілген. Демек, қима дейтін болса, бетке қарай созайық. Онда бізде мындай қима пайда болып тұр ғой. Қима. Қиманың ауданы бөлігін 160 дейді. Енді, так, бізде берілгенде, яғни радиусымыз биіктіктен 2 сантиметр артық. Биіктікті бір x деп алайық. Сонда біздің радиусымыз x плюс 2 болады. Енді қиманың ауданы бізде 160-ға тең екен. Толық бетін ауданы тап дейді. Яғни толық бетін аудан формасы қалай еді? Геометриялық есепті шешуде жалпы мен өзім оқушыларға былай үйретемін. Бізге нені тап дейді? Ең бірінші кезекте нені тап дейді? Осының формуласын жазыңыздар. Ерекшелеп жазып қойып, осының формуласын жазыңыздар. Екі еселенген табанның ауданын қосатынбыз. Сонда көшіресіздер, бізде не жоқ?
бүйір бетінің ауданы жоқ. Бүйір бетінің ауданы дегеніміз қалай еді? 2 пи р h, иә. Бұл жерде не жоқ бізде? Биіктігі бар. Енді биіктік нақты мән емес. Радиус жоқ, иә. Келесі бізде табанның ауданы дейді. Табанның ауданы қалай форма? Пи р квадрат. Бұл жерде де қарап тұрсақ радиус жоқ. Және h табу керек. Болмаса h-тың жазып қояйын. H табу керек. Ал олай болса бастайық. Бізде мына қиманың ауданы бізде суреті сұлбасы шамамен мынандай болып көрінеді. Биіктік, мына бізде радиус еді ғой, иә. Былай қарай. Радиусымыз, яғни мына биіктікті бірден hx деп жазсайын. Мына жеріміз x плюс 2 и мына жағымызда x плюс 2 болады ғой. Бізде осы жердің ауданы берілген, яғни 160. Төртбұрыштың ауданы болып тұр ғой. Төртбұрыштың ауданы қалай формасы? А көбейткен b етін, иә. Сонда а дегеніміз мынау 2 радиустың қосындысы, яғни диаметрлік тұрғысынан x плюс 2, x плюс 2 қосатын болсақ не болады бізде? 2x плюс 4 болады, иә. Бұл дегеніміз x болып тұр. Так, көбейтіп алсақ 2x квадрат плюс 4x. Бізде мынау қиманың ауданы 160 еді. Так, мына бетті өткізіп жіберейін. 160-та минус болып өтеді. Барлығы 2-ге бөлінетін сияқты. 2x минус 80. Дауысым естіп тұр ма жалпы сіздерге? Бет әдісімен шеше салатын болсақ, 10 мен 8. Дауысыңыз ақырын естіліп тұр. Жақсы, рахмет. Так, бірінші түбіріміз минус 10, екінші түбіріміз 8 дейді. Енді қарайық, жалпы бізде мынау яғни биіктік еді ғой. Биіктік осындық қашықтық бізде теріс санмен өлшенбейді. Сонда мынаның шешімі жоқ. Бізде жауап мынаны алады екенбіз. Биіктігіміз демек қанша болды бізде? 8 болды. Радиус табатын болсақ, радиусымыз қалай еді? Биіктіктен 2 сантиметр артығады ғой. Яғни 8-ге 2 қосып 10 болып тұр. Бізде радиусымыз 10 екен. Болды. Радиус арқылы, яғни биіктік табылды. Енді не істейміз қазір? Мына жерде артық нәрселерді өшірсем, иә. Формула жазғандардың түсінікті болған шығар, скрин жасап алсаңыздар, мына жерге сыймай қалатын сияқты. Так, олай болса тазалай кетейін. Бізде керек нәрсені тапып қояйық. Биіктік 8, радиус қанша дедік? 10 дедік па? Бүйір бетінің ауданы тауып алайық. Бүйір бетінің ауданы 2 пи р ашатын 2 пи р дегеніміз 10, h дегеніміз 8 болып тұр. Қанша болады? 160 пи бола ма? Келесі. Табанның ауданын табатын болсақ, пи радиустың квадраты. Радиус дегеніміз бізде 10 метр. Онда 100 пи болады. Енді толық бетінің ауданын табатын болсақ, бүйір бетінің ауданына қоса дегеніміз 2 еселенген табанның ауданы. 200, 360 пи болып тұр. Демек жауабы 360 пи болады екен. Мәйзе түсінікті болды ма сіздерге? Түсінікті ағай дейді. Рахмет. Жақсы. Мына есеп бойынша кері байланыс бере кетіңіздер, чатқа жаза кетсеңіздер болады. Есеп түсінікті болса, мен келесі есепке ауысамын. Не деп отыр мына жерде? Есімізді ашып кетсем, жақсы. Жас Үрбек деген оқушымыз қалмайды сабақтан. Жақсы көрінеді. Ал олай болса, мен тазалай кетейін.
келесі есепке қосайық. Так, логарифмдік теңдеу берілді. Логарифм деген жалпы қалмайды. ұбт-да да, клау тестте де байқасаңыздар. Еш жерде қалмайды. Бұл түбірлердің көбі түспейді. Демек, оның екі түбірі бар деген сөз бе? Ол біріншіден. Екі түбірі бар екен осыны анықтап. Екіншіден, бізде мына жерде квадрат болып тұр логарифмде. Демек, оның екі түбірі бар деген сөз. Ал кімде қандай идея бар мына есепке байланысты? Громкостьті қосып айта берсеңіздер болады. Мен экран ашпай қалды. Экран ашпай қалды. Мүмкін сіздің интернетіңізден шығар. Басқа кісілерді ашып көрген. Экран көрініп тұр ма жалпы сіздерге? Ағай болды, аштым менде. Көрініп тұр. Ағай бүйтсекші, анау логарифм 5-те x-ті а деп аламыз да, сосын 5-тің а квадрат дәрежесі болады деген сияқты сызып ашсақ. Так, маған бір идея келіп тұр, былай мен көрейік. 5-тің дәрежесі, яғни логарифм 5 негізді x. Осыны дәрежеге шығарайық. Логарифм 5 негізді x. Ашып тұр дейді, жақсы. Бұл қандай нұсқа дейді? Маған группалардан келіп жатқан есептер арасынан таңдап алдым. Күрделі деген есептер. Осы 2025 контест ұбт есептерінде кездесіп жүрген есептер. Енді бізде мына жерде мына екеуі кетеді, жалпы сонда бізде не болады? X-тің дәрежесіне логарифм 5 негізді x болады. Үшке жазып қоямыз. Плюс мына жақтан мынаны өзін жазып қоямыз, ең 10 дейді. Енді мынау екеуі қосылады, екеуі бірдей болып тұр. 2x-тің дәрежесіне логарифм 5 негізді x. Бізде мына жерде көбейту болғандықтан 2-ге бөліп тастайық. Сонда x-тің дәрежесіне 5 негізді x тең 5-ке. Адам зәресін алдың ғой. Енді қарайық, екі жағы екі түрлі болып тұр, сондықтан мен мынаған байланысты, яғни дәрежеге байланысты екі жағын логарифм 5 негіздіге шығарғым келіп тұр. Сонда логарифм 5 негізді біздің x-іміз тұрады. Так, x-тің дәрежесіне логарифм 5 негізді x. Тең, мына 5-ті де оң жағын жазатын болсақ, логарифм дейтін болсақ, логарифм 5 негізді 5 болып тұр. Енді бізде мына 1-ді береді. Және біздің мынау дәрежедегі логарифм 5 негізді x-іміз логарифм қасиеті бойынша алына түседі. Логарифм 5 негізді x көбейтілген логарифм 5 негізді x. Тең, оң жағымыз 1 болады. Енді екеуі көбейтілген жағдайда бізде не болады? Квадратталады. Ең 1. Осы жерге түсінікті болды ма сіздерге? Мына квадратқа байланысты Мен түсінбей қалдым, сұрап жіберейінші. Біз қалай мына ең басындағы 5 пен логарифм 5 x-ті былай қысқартып жібердіңіз. Логарифм 5-ті. Экран сызбай қояқ. Ой. Сіз мына жерде айтып отырсыз ғой, мына жерде. Бізде мынандай формула береді ол, мысалы, а-ның дәрежесінің логарифм а негізді болған жағдайда бізде б болады деген. Осындай формула. Все, хорошо. Қасиеті ғой, получается, иә? Негізімен мынау дәреженің негізі тең болғандықтан, жалпы мына жерде бұның өзі қалып отыр. Сол себептен мына жерде бірден қысқарта салдым, енді ол түсінікті шығар деп. Енді бізде мына жерде квадрат тұр. Ал содан кейін тағы сұрап жіберейінші ағай.
айып етпеңіз. Мына қалай логарифм 5х-ті дәрежеде тағы да логарифм 5х болып кетті? Қай жерде айтып отырсыз? Мына зеленый жазылып тұрғанда. екеу деген ғой, ана квадрат деген сөз. Екеу деген. Жоқ, зеленый мен бірінші строчкасы. Мына Қалай жерде. шықты? Да. Енді логарифмнің қасиеті бойынша мысалы қалай еді, қандай форма бар еді ғой. Логарифм мысалы бұның n дәрежесі болса, бұл n дегеніміз алдына түсіп еді ғой. Есіңізде ме? Осындай форма. Сол себептен логарифм 5 негізді x-ті алдына қоя салдым, көбейту ретінде. Бізде уақыт жақындап. Просто до этого x тұрды ғой, қалай қасына логарифм 5 деген қосылып кетті? 5 негізінде логарифм. Қалай дейсіз, дауысыңызды дұрыс түсінбедім. До этого мына жерде Короче, строчкада x болды. Қалай логарифм негізінде 5 деген қасында тұр келесінде? есептің екі жағына бірдей нәрсе қолдануға болады ғой. Сол ағай логарифмде де екі жағында. Мен былай Сол қылдым. себепті логарифм Все. логарифм 5х логарифм 5 болды сосын. Мына жағын и мына жағын 5 негізге шығарып отырмын, түсінікті ме? Мына есепті Мына получится тоже қасиеттер жаттау керек екен, иә? иә, Ұмытып форма қалыппын жаттау уже. керек, форма жаттау керек. Жақсы, Все, қарайық. Енді рахмет. квадрат тұрғандықтан біз мына оң жағын түбірге аламыз, иә. Сонда қалай болып жетті бізде? Түбірге алған жағдайда логарифм 5 негіз x, яғни түбір асты 1-ден плюс минус 1 шығады, иә. Сонда бірінші жағдайда 1-ді есептейміз, екінші жағдайда минус 1-ді есептейміз. 1 бөлінген 5 болып келеді. 5-тің минус 1-дің дәрежесі. 5 болады, иә. Яғни былай кетіп жүреді ғой. 5-тің минус 1 дәрежесі 1 бөлінген 5. Есептің шартына сәйкес, Ағай, яғни x1, x2 деп алайық. Сонда x1-ге x2-ні көбейткен жағдайда бір болады, иә. Есеп қалай, ұнады ма? Шығару жолы? иә, ағай. Жақсы есеп екен негізі. Скрин жасап алсаңыздар, кері байланыс бере кетсеңіздер, бір есеп болса да талдай берейік. Ағай, сосын тригонометриядан сұрақ қойсам болады ма? Қазір мен мынаны тазалайсам. Жоқ, қатты қиын нәрсе емес, былай дәрежеге келтіру ма, қалай келтіру формуласымен шығатын есеп па, білмеймін. Синус 105 градус дегенді қалай келтіріп алуға болады? Синус қанша? 105 градус. Енді ол былай ғой. Бізде мына 105 градус деген кестеде жоқ қой негізі, жалпы. Былай аласыз, 60 қосылған 45 градус деп. 60 қосылған 45. Бізде мына 60 градус дегеніміз альфа. 45 градус дегеніміз бетта. Бізде формула бар еді. Альфаға беттаны қосыңыз. Қалай болып жетті? Син кос. Кос син. Иә, кос син. Болды, осы формуаға саласыз. Болды, түсіндім ағай. Рахмет. Жақсы. Так, олай болса. Теңсіздіктер бойынша есептер қарай аламыз ба? Жалпы жақсы, мынандай бір теңсіздік ала салайын, мысалы қазір. Синус, не дейміз мысалы? 2х. Қалай болады мысалы? Шамалы күрделендіріп алайын. 3х бөлінген 2, мына жерде пи бөлінген 4, мысалы, үлкен нөлден, алдына бір 2-ден 1 деген санды қойсақ. Осындай бір есепте кездесіп жатады ма негізі жалпы? Мынадай жағдайда алдындағы мынау коэффициенттен құтыласыз. 2-ден 1-ге бөліп тастасаңыз да, бөлмесеңіз де коэффициент жоқ деп елестетуге болады. Мысалы, есепті алдап білген аламыз да. Егер алдында минус болатын болса, біз мына теңсіздіктің белгісі кері бағытқа ауысады, бірақ таңба плюс болып тұр. Сондықтан ауыстырмаймыз. 2-ден 1-дің алды плюс болып тұр. Енді мына жағдайда стандарт жағдаймен қарастырылайық. Жалпы синус x 0-ден үлкен деген жағдай. Бірлік шеңберді білеміз, иә. Бірлік шеңберден мына 0-ге байланысты және мына теңсіздіктің белгісіне байланысты ашық нүкте қоямыз. Мына жеріміз 0 градус яғни
жеріміз 180 градус, яғни пи. Синус не дейді бізде? Нөлден үлкен дейді. Нөлден үлкен десе, үсті жағын боямыз, иә. Яғни біздің бұрышымыз оңнан солға қарай кетеді. Сонда 0 градус қосылған 2 пиен х-ның 180 градус екенін ортасын шығарады. Былайша айтқанда. Енді аргументтің орнында тұр деген сөз. Жақшаңызшы. Осыны аламыз да олардың арасына қоя саламыз. Сонда 0 дегеніміз жазылмайды. 2 пиен кіші 3х бөлінген 2, мына жақта пи бөлінген 4, кіші пи плюс 2 пиен. Енді мынаны құртуымыз керек. Енді жалпы мектепте осылай үйретеді, екі жаққа да өткіземіз деп, иә. Болмаса бірден таңбаға байланысты бұны қойып жіберуге болады. Артық нәрсені жасайын. Сонда мына жаққа қоятын екі жағына да қойып шығамыз. Минус пи бөлінген 4 плюс 2 пиен болады. Яғни мына бетке өткенде ортасына алғанда яғни пи бөлінген 4 пен пи бөлінген 4 жойылып кетеді. Сонда бірден 3х бөлінген 2-ні жазып қойсам, мына жаққа пи минус пи бөлінген 4 плюс 2 пиен. Байлап мынадан 4 береміз. Минус пи бөлінген 4 плюс 2 пиен кіші 3х бөлінген 2, мына жақта 3пи бөлінген 4. X-ті табу үшін 2-ден 3-ге бөліп түсіріп, болмаса кері айналдырып көбейтесіз. 3-тен 2-ге көбейтеміз. Сол жағына көбейтетін болсақ, пи бөлінген минус пи бөлінген 4-ке 3-тен 2-ні көбейткен жағдайда былай болады. Қысқаша еді бізде. Минус пи бөлінген 6. Иә, минус пи бөлінген 6. Плюс 2 пиен кіші. 3 пен 3 кетеді. 2 мен 2 кетеді. Түсініп тұрған жері, x-ің өзі қалды. Бізге x-ті ғана табу керек болып тұр ғой. X-ін жалғыз өзін қалдыру керек болып тұр. Так, мына жерден 3 пен 3 кетеді. 2 мен 4 кетеді. Мына жерде бізде 2 қалады. Сонда пи бөлінген қанша болып тұр? 2 болып тұр ма? Плюс 2 пен. Так, еще бізде мына 2 пенге бізде мына көйтіппіз ғой. Сонда қалай болады? 4 пен бөлінген 3. 4 пен бөлінген 3. Кейде осылай болады, кейде интервалдар арқылы жазып шығады. Жай жақша, біздің теңістіктің белгісіне қараймыз, осы теңістік белгісінен абайлау керек жалпы. Минус пи бөлінген 6, 4 пиен бөлінген 3, нүктелі пи бөлінген 2, плюс 4 пиен бөлінген 3. Жай жақша. Егер теңістіктің белгісі, теңдік белгісі бар болатын болса, есенеп, қандай тік жақша болып шығатын едігі. Мына есебіміз түсінікті болмастырға. Ойдан ала салған есеп негізі. Түсінікті болды. Ең бірінші жағдайда бізде мынаған байланысты бұлай жалпы бір стандарт түрде ала салу керек та, шеңбер әдісімен. Сосын мынаны ортасына қойып шығамыз. Синуста болсын, косинуста болсын, тангенста болсын, котангенста, қайсысында болсын да. Бізде мына геометриялық есебіміз бар еді. Мына бетте скрин жасап ала салыңыздар. Мына есепті қазір группаға жіберіп шығарып көріңіздер. Скрин жасап алыңыздар. Үшбұрышты призманың табандары 12 және 22 дейді. Призма емес, мына жерде пирамида болу керек. Пирамида. Пирамида табандары, яғни дұрыс